мамандығы, иә. Яғни бакалавр деген қандай, ол сіздерге кәдімгі мына универде алатын дипломдарыңыз болады. Оны әрі қарай университет қабырғасында жалғастыру үшін 2 жыл ғана оқи аласыздар. Без қытай ештеңе тапсырмай университетке оқуға түсуге. Одан кейін бізде оқу ақысы жайлы айта кетейін. Оқу ақысы бізде айына 35 мың теңге құрайды. Яғни оны бөліп те төлеуге болады. Жылдың басында жалпы оқудың 10%-ін төлесеңіздер, келесі қысқы семестрге дейін мерзімінде уақыт қарастырылады. Ал техникалық гуманитарлық бағытта 2 жыл 10 ай. Ал 11-ші класстан кейінгі педагогикалық мамандыққа тек 2 жыл 10 ай ғана оқу қарастырылған оқу көлемі, ал техникалық гуманитарлық бағытта 1 жыл 10 ай көлеміндегі оқу көлемі қарастырылған. Және де түсіндіру